Алдарыңызда Mercedes Benz 124 кузов, бірақ 111-лік мотор. Екілік па объем? Екілік объем свап қылған, но бірақ машинда қыздыра алмаған. От алдырмайды, от алмайды, қызбайды, короче говоря. Соны қазір қарап жатырмыз. Артикулдың жоқ мына. Точно, өзім емес. Кузов переделанный. Алтай тұрып қалған машина. 6 айдан бері қызбаған. От алмаған, жүрмейді. Біздің гаражға сүйреп алып келді. Елдос. Амен. Көреміз. Қазір электронный блок управления, электрондық блок құрылғысын алып тексеруде. Коленвал осыған келеді. Радиатор несі, охлаждениесі, суытуы қалаға сыртында электрондық. Бұнау 111-лікте виска муфта. Ол қажет емес дейді. Проблема болады дейді бұдан. Мерсаводтар, Мерседес айдайтындар. Енді мына жерде көріп тұрғандай қолдан істелінген бұрынғы электриктердің істеген несі. Негізінде солардың сөзін айту бойынша сол электриктердің мынау свечеден жаңағы білтегі ма, не алдайды қазақшасы. Свечемен форсункасынан бәрінен келіп тұрды. Енді қызбайды машина дейді. Бұған дейін бір затын қараған, бір затын Шымкенттен алған, бір затын Уралдан алған. Бірнеше жаңағы демпферный шкив па? Демпферный шкивін басқа жақтан алған, басқа қаладан. Енді бұл қазір Жаңаөзен қаласында ғой. Кейбір заттарды Шымкенттен алдырған, компьютер алдырған. Иммобилайзер дейін десең, бәрі зат келіп тұр, ол блокировать ету керек еді бұды. Блокқа салып тастау керек еді, если иммобилайзер болса. Олар компьютерін қараған, бұны қарағанда түк жоқ, қандай проблема жоқ деп айтқан. Отремонтированный ма? Шықылған ба? Клейленген міне. Герметик жаққан. Сынып отыр. Бәрін ашқанда. Артикулдың жоқ. Коленвал қайсыған келеді? Мынау ба? Если коленвал жасамаса, ескіра шашпау керек. Сосын иммобилайзер форсунканы блокировать ету керек еді. Жаңағы бензотсосты прямо жалғаған сияқты. Қайткенменде тексеру үшін ғой енді. Бірақ ол қайдан білді? Барлығына импульс кетіп тұрған. Сырттан тексерген бе? Солай болып тұр ғой. Көреміз қазір, бірінші бұлай қарап алып, кейін проблемасы болса айтамыз. Сосын мұна хозяйны бізге релелер қолдан салған, китайский релелер салынған дейді да. Но бірақ енді бұл жерде реле перегрузки болу керек қой. Оны біз таба алмай жатырмыз. Осы бір жерлерде тұру керек бензин насосының қасында.
бензонасостың релесінің астына тұру керек. Ол қайда? Сұрақ. Хозяйны маған осыны жалғамаған, осыдан болуы да мүмкін деп еді жалпы. Қайда сол? Релесін таба алмай жатырық. Егер тапсақ қосамыз ғой. Релені тексереміз. Кассасын бар еді? Жалғанған кассасы. Қазір жалғанған кассаның бәрін бойын тексеріп шығамыз. Сол релес жоқ. Біз әлі машинге кіріп көрген жоқпыз. Жабық тұр ғой мына. Мына бұрынғы кассасы болу керек, қателеспесем. Иә. Осының арасында емес па? Түгел жатып мен салып беріп жүрген. Бірақ релесін таба алмай жүрміз. Қайда? Қарайғанда сал жүрді. Многофункциональный ма? Жаңағы ма? Многофункциональный реле дейді ғой. Мысалы таба алмай тұрмын. Жақсы сонда. Көреміз қазір. Сағат 6:40. 2 сағаттай, 3 сағаттай қарағанда бір затты анықтадық. Импульс келетін болды. Әуелден импульс келтірген форсунка және жаңағы свитчлерға. Бірақ мына 111 моторларда әрқайсысы әртүрлі болу керек деп айтып жатыр да барлық жерде. Сол себептен біз былайда ауыстырып барадық, бірақ қайғайсы болса да машина гүркілдеу керек еді да, жөтелген сияқты болып қызайын деп. Енді анықтасақ, бұл жерде қазір бензин келмей тұр. Бірақ бензонасос жасап тұр, обраткіден келіп тұр. Мәселе форсунка шашпай тұр ары қаратай. Цилиндрге қарай шашпайды. Сондықтан қазір біз мына Алла қаласа рампаны шешіп қараймыз мына полный. Рампаны шешіп, форсункасымен бірге шығарып, форсунканы дұрыстап тексеріп, сол кезде машина қызатын болады. 100% сенімдіміз да. Болды мәселе. Қазір көреміз, қалған уақытта түсіреміз. Жұмыс процесі жүріп жатыр. Елдос автоэлектрик. Қазір бір заты түсіп кетті. Бірақ мынау дейтін мотор басқа машинаның тағы да бір заты түсті. Сальниктер түсті ойдым. Иә, басында. Сальнигіміз ұстап тұратын. Свечиді де бронепроводтарды алып тастайық. Кедергі жасамасын. Бұрын газ болған екен бұл коллекторде. Пустына коллекторде көріп тұр ғой міне. Газдың трубкасы тұр міне. Осы газ артыға басып ұрады. Қазір бір-бірлеп тұрып тексереміз. Шешілмейтін түйін бар ма жігіттер? Бәрін мұқият просто бас десе жақсы ғой. Істемесе несі жақсы. Жасамасқа, неге жасамасқа деген сияқты. Міне, мынау топливный рампа.
осы магистральдан келіп ар жаққа шашу керек. ішінде бар. Сальниктер бар ғой да бойында. Қазір салатын кезде не қыласың ғой? Майлап саласың ғой да. А то жыртып жібереді да. Ана орнына. Или мынау тек киіліп тұра ма? Жоқ, салынады ғой. Салынады. Солай, жолдастар, коллеги. Осылай жұмыс барысымен жүріп жатыр. Мына енді лас бізге ұнамай тұрғаны. Біз өте таза жерде жасап беріп қойғанбыз, гаражға қарамағасы шаң басып кеткен. Так, мына форсункін тексердік, бірінші цилиндр деген. Жасамайды, негоден. Тек мынау істеу керек, қателеспесем. Мынаны шешіп алады, қазір көреміз. Давай шеше бер. Қай цилиндр да? Екінші ме? Сал. Без разницы оған, плюс-минус қайсы. Бұлар шүйінбес, бұлар импульсмен жасайды. Жасамай ма? А? Нөл да? Қалдай ма? Ішіндегі соленой кетіп қалған. Екінші цилиндрдікі де солай. Мынау үшінші цилиндрді ашып жатыр. Майланып тұрған осы қазір. Түптіке сор, түптіке. Аттық. Істеп тұр да? Мынау үшінші цилиндр жасап тұр. Так, төртіншісін тексерейік. Жасайтынды бөлек қойшы. Так, ана жерге қойды бөлек. Мына екеуі жасамайды. Үшінші цилиндр, төртінші цилиндр мына. Өзінің патайына кіргізді. Тиісесте? Жоқ па? Істеп тұр. А? Тұра тұр. Даусын тыныш. Ста? Да. Істеп тұр. Істеп тұр да? Толықтай білмей тұрмын істеп тұрған. Төртінші. Мына ұқсап па? Так, хозяинның мына жерде специально форсунка тастап кеткен. Мынау соныкі ма точно? Багажда деп отыр еді ғой. Басқа ба? Багажда бізге форсунка бар деп айтты. Ладно, қазір. Көрем. Дозаттар двигательдің заттары ғой. Адым ұстап тұр ғой. Қайсысы? Үш ба? Жоқ. Қайсысы? Жаңа заттағы да. Мына пакетте шығарған әдемі істеп тұр. Тақ еткізіп. Ненікі да? Дозаторда жоқ қой бұндай да? Қай двигательдікі? Басқа шын. Қазір жаңа салып қойдық временно тексеруге. Ну-ка, давай көрейік. Бисмилля. Стоп. Бензин келмей жатыр ғой. Насос не качает. Тұра тұр. Давай, енді көр. Болды. Шап. Мынандай болып отыр ғой шын айтқанда. Хе-хе-хе-хе деп дәл осылай келді ғой бізге. О-хо-хо-хо, хей, о дейм ба. Скоро о болады.
Қайтан көр. Давай. Ал қадірменді көрермендер, жаңа осы двигательдің не себептер болғанын айтып кетейін. Бұл осы уақытқа дейін дозатор мотор тұрған, 2-3 қателеспесем М103 или М102 екеуін біреуі тұрған. Мен білмеймін қандай мотор, Мерстердің заттарын. Сол 111-лік моторын әкеліп салған, одан кейін ішіндегі демпферный шкифі, яғни тарелкілері дұрыс болмаған. Оны кейінгі арасында бір уақыт созған, бір электрик, бұған дейін бізге дейін бір электрикте тұрған кезде действительно уақыт созылған екен. Мысалы ПМС дейміз ғой, жаңа ЭБУ, соны неден шақыртқан, Оралдан алдыртқан, тарелкасын ба, Шымкенттен алдырған, әрқайсысына жан жақтан алған кезде әрқайсысына уақыт кеткен екен. Сосын бір ДТП болған бір машинаның двигателін алып келген, содан кейін оның кассасын алып келген. В общем, арасында уақыт созылып, машина қызбаған. В общем, айтқанда машин 111-лік мотор, рядный цилиндрлік, жаңағы 4 цилиндрлік двигатель, 2-лік объеммен. Бұлда D-система, яғни катушкасы 2-ке бөлінеді. Бірінші және екінші, біріншісіне жаңа бірінші цилиндр мен төртінші цилиндр міне былайынан правила, порядок расположения цилиндров деп айтамыз ғой. Свечи нелердің коммуникациясын. Міне екінші цилиндр мен үшінші цилиндрдікі екінші системаға жатады. Бұған не байланысы бар? Бұл аккумуляторда мен сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп қойдым, яғни минус пен плюс. Одан кейін екі ортада кілт болады, замок зажигания деп айтамыз. Одан кейін кілт ашқан кезде мына екі неге, катушкеге не келеді? Пульс келеді. Плюс келеді. Плюс келеді да, екеуіне де плюс болып тұру керек, қателеспесем. Одан кейін екеуіне мынандай тағы екінші проводына мынандай штекер болады. Штекер кәдімгі екеуін тек жалға жіберетін да. Ол штекерге импульс келеді. Импульс деген электриктер білетін шығар, енді былай адамдар да білетін шығар. Мысалы, біресе бар, плюс, біресе жоқ, біресе плюс бар, біресе плюс жоқ. Өйстіп импульс келеді. Какой-то секундтың ішінде так. Импульс деп осыны айтамыз. Енді кейбір түсінбейтін адамдарға айтып отырмын. Осы импульс, осы сигнальный деп айтамыз ғой, біз сигнал деп айтамыз. Осы импульс деген осы катушкеде бірден, мысалы, 1 секундта осындай ұрса, мына катушка возбуждение болады да, мынаның ішіне бронепроводпен, яғни высоковольтный ток жүреді, яғни 8000 вольт болсын, 10.000 вольт де қойық. В общем, определенный высоковольтный ток жүреді. Өте қауіпті әрине, бірақ кейбір адамдар білмейді шығар. Яғни электрошокер деуге болады. Осы екі катушка D-система деп айтылады. D-система осы екеуінің управлениесі орындар ауысып кеткен екен бұда. Енді өздері бағана айтты, орындарын былай-былай ауыстырдық, таба алмадық деді. Енді орындарын ауыстырдық, одан кейін правила расположения бронепровод деп айтамыз, или высоковольтный проводтары орындары ауысып кеткен, қалай болса солай кетіп қалған. Енді хозяйның айтуы бойынша өзім де ауыстырып қарадым деді. Ол қателеспесем, мен электрикті кінәлауға болмайды, енді әңгіме жоқ, бас айналады. Одан кейін мен мына жерде ешкімді жамандаған келіп тұрған жоқ. Действительно, бастары айналған ғой, адамның басын айналдырады, парадокс. Действительно, мынадан қараса, мынада бар, мынадан қараса, мынада жоқ деген сияқты. Енді бұда 4 форсункі бар, 4 форсункіні тазалаттырған электрик. Оның ішінде, оказывается, импульс келіп тұр. Импульс келеді. Тек қана бірінші, екінші, сосын төртінші цилиндрдегі форсункілерде, яғни импульс жоқ. Жаңағы айтқандай, мынандай импульс жоқ, сигнал жоқ деген сөз. Кешіріңіздер, импульс бар, бірақ форсункінің өзі жасамайды дегенім ғой. Импульс бар, мысалы бірінші, екінші, үшінші, төртіншісінде барлығында импульс бар. Енді адамды алдайды ғой. Тазалаттырып алып келгеннен кейін, салғаннан кейін сөйтіп бар деп ойлай берген, на самом деле ол үшеуі жасамайды екен. Жасамаған, сосын барып мынаның ішіне құрғақ болып келеді. Оны өзіңіз кейін білесіздер. Енді мына жерде ПМС деп жазып қойдым, және мына жерде коленвал, коленвал. Но коленвал, яғни тіс айналған кезде датчик положения коленчатого вала, датчик бар ғой, коленвалдың датчигі. Бұны мерседестерде ПМС деп атайды, ал біздер енді общий контроллер деп айтамыз, немесе
эбоға да жатқыза беруге де болады да, бірақ мынау коммутатор есебінде қолданылады да, ПМС. В общем, Мерседестің коммутаторы ПМС мынаған коленвал датчик сигнал бергеннен кейін мынау ары қаратай уже екі жаққа бөледі, яғни бірінші екінші катушкаға өзінің уақыттарымен да сигналды. Сөйтіп бөлген кезде мына жақта импульс пайда болады. Бірақ анау қалай болса солай жатпау керек. Енді біз анықтаған кезде бензинде шамалы болды, яғни бензин деген сарғайып, кәдімгі жаман сөз айтпай ақ қой, бірақ сідік сияқты болып қойған цветі. В общем айтқанда, бірінші мәселе осы катушканың несі бронепроводтары орындары ауысып кеткен, форсункілер үшеуі жасамайды, кейін басқасын салып қойдық. Одан кейін мына жерде водительский сторонада какой-то осындай реле перегрузка сияқты бір реле жатырды. Сол реленің ара қашықтығы мынандай қосылатын жері бар ғой, енді екеуінің бір-біріне соединять ететін жері. Сол қосатын жері какой-то бір миллиметр ма, енді Мерседестерде білесіздер ғой, бұрынғы Мерседестерде осындай шүтек сияқты болып шығып тұрады, бір-біріне салған кезде релелердікі. Сол салатын жері какой-то бір мынандай бір миллиметр, в общем, кірмей тұр да. Сол кірме до конца тығып бәрін қосқаннан кейін машина қызды. Вот міне мәселе соған келіп тірелдік. Сосын кейін бізге тапсырмалар берді, осы гараждан шығарып, браталар машина айдап кете берейін деп. Біздің уақытымыз көп босай бермейді, действительно бізде басқа да салада жұмыс жасаймыз, осында электричка жағынан. Содан осындай жағдайға келдік. Енді қалған уже кәдімгі қарапайым электриктерге апарып, жүндейтін жерлерге жүндеткізіп, фарын жаға ма, несін жаға ма, оны өзі ары қаратай қарайды. Біздер уже бастамасын, главный проблемасын шештік деп ойлаймын. Барлығыңызға рахмет.